менің анда әрдайым айтатыным тұлғалық даму, жаңағы өзіндік даму дейміз ба, өзіңді өмірін жақсы жаққа жоспарлау деген сияқты нәрсені бізге ауыр етіп көрсетіп тастаған ше. Сен осындай таңғы 5-тен бастап тұрып жүгіруің керек, бір нәрсе істеуің керек, жоспарын құруың керек, күніне 2 сағат кітап деген сияқты ше. Жоқ, олай емес ше. Дамудың ең жоғарғы сатысы әрдайым айтамыз, ол бұл жаңағы хадисте келгендей, Аллаға ең ұнамды амал аз болса да тұрақты жасалған амал ше. Осылай да Құдайға да ойлайсың, нәтижеге де жетесің да, машалла. андай бір нәрсе бар да, жаңағы мотивационный менеджмент деп айтамын мысалға. Шайтан кейде адамға құлшыныс беріп алдап қояды ше. Мысалға, сен қазір тұрасың да, енді бір нәрсені оқығың келді да 5 сағат оқыдың. Құран ба, мысалы Құран оқығың келді 6 сағат оқыдың да, 6 ай Құран бетін ашпай қалдың ше. Бұл да шайтанның бір айласы ше. Шайтан тек қана күнәлі амалдармен азғырмайды. Бұл тіпті наурони нұрлы амалдармен азғырады шайтанға. Мысалы, сен қазір ілім алып кітап оқып отырсың, іліміңді шыңдап отырған кезде сен тұрасың да, дәрет жаңартып қайтудың сауабы күшті дейсің да. Сөйтесің да, дәрет жаңартасың, Дәретің бар, бірақ үстіне. Иә, тағы дәрет алып үстінен барып кеткен кезде Дәретсіз де оқуға болады ғой. енді қарап тұрсаң, ол бала кітап оқып отырады да, дәрет алып қайтқанға 20 минут уақыт кетіп қалды ше. Қарап тұрсаң, шайтан күшті амалмен сені азғырып қойды да. Саған қазір маңыздысы не нәрсе еді? Сені содан ойыңды барынша аулап жатыр ғой. Мен жаңа әрдайым айтатын, сен нақты өзіңнің мақсатыңды білесің ба, бекітіп қойдың ба? Соған жаңа күніне 3 сағат, 4 сағат деген нәрсе көп емес негізі. Таңертең 1 сағат, түсте 1 сағат, кешке 1 сағат, түнде 1 сағат деген нәрсе ғой. Бір сағат, иә, тоқтамай 4 сағат деген нәрсе жоқ. Сол жерде бір лайфқа кетші. Телефонды авиарежимге қой деген. Иә, оған қазір оралайын деп тұрмыз ғой. Жаңа айтып жатырмыз ғой, шайтанның үлкен бір мақсаты адамның ойын басқа жаққа бұрып жіберу ғой. Мысалға бір адам бар, ол біледі ше. Ода Алла тағала оған қабілет беріп қойған ше. Қабілетін қалай? Қызығушылық беріп қойған ше. Ол адамдар білгенін жақсы көреді, адамдардың проблемасын шешкенді жақсы көреді да. Сөйтеді да интернет ашады, біреу блогер, біреу актер, біреу тағы бір нәрсе. Сөйтіп сол ара қызыға бастайды ше. Шайтан оның ойын бұрып жатыр ше. Ал не істейді? Одан кейін жақсы өзінің бұрынғы мамандығында қызығушылық басылғандай болады, соған кетеді. Сөйтіп ол мамандықта мүлдем 1 ай 2 айдан қызығушылық кетеді. Анау да жоқ, мынау да жоқ, екі ортада қалып қояды ше. Кеше Ибн Джаузидің сөзін шығардық қой. Сосын ол нәрсе адамды стресске түсіреді ше. Мен ана жақта да жоқпын, мына жақта да жоқпын, екеуі қалды. Шайтанға мүмін адамның қайғырып жүруінен артық қуаныш жоқ дейді. Оның